ақыл адасат, Құран сүннет болмаса. Тура бүкіл мына бес сезімімізді көру, есту, иіс білу, дәм білу, қатты жұмсақтың бәрін басқарып тұрған не нәрсе ол? Ақыл. Көзбенен ақылдың арасында имам Ғазали 5 нәрсені айтқан екен. Көз өзін көре алмайды дейді жаңағы. Ақыл болса не? Өзін біледі. Көз деген нәрсе мына стенаның ар жағын көре алмайды. Ақыл болса ар жағына өтіп кетеді. Көз болса тек қана бер жағын көреді. Біреудің қуанып тұрған жүзін көресіз. Бірақ ақылыңызбен ар жағын білесіз неге қуанып тұрғанын. Көз өте жақын нәрсені, өте ұзақ нәрсені көре алмайды. Көзіңізді жұмсаңыз, қабағыңызды көре алмайсыз. Осы жерде тұрып Макка, Мәдинаны көре алмайсыз. Ақылға ұзақ пен жақынның айырмашылығы жоқ. Бір жерде тұрып ол ойына келтіре біледі. Көз кейін алдайды жаңағы. Суға бір астан тастасаңыз, не қып көрсетеді? Ирек. Бірақ ақылыңыздан білесіз, ол судың толқынынан болып жатыр. Күнді қарайсыз, кішкентай болып көрініп тұр. Бірақ ақылыңыздан білесіз, ол жерден ұзақ болған екен сондай көрініп тұр. Бірақ ол жер не үлкен. Сондықтан көз адасқан сияқты, ақылды не қылады? Адасады. Ақылды адастырмай ұстап тұрған нәрсе не ол? Ол Құран менен сүнна.